Сәлеметсіз бе балалар? Сәлеметсіз бе? Отырамыз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Ал барлығыңыз қазір ортаға шеңбер болып тұрыңыздаршы. Тез. Я, араласып. Демек, байқап тұрмын, бүгін сабақта 12 оқушының барлығы келді, иә? Жақсы. Қазіргі жаңа сабағымызды көтеріңкі көңіл күймен бастау үшін күніміз қандай болып тұр көшеде? Жарық. Өз сәулесін шашып тұр, иә? Демек, сол сәуледен мен сіздерге бүгін алып келдім. Барлығыңыз оң қолыңыз, алақаныңыз ашыңыздар. Оң қол дедім, иә? Шатаспаймыз. Жақсы балалар. Демек, біздің алақанымызда күн сәулесі тұрды елестетеміз. Ал енді барлығымыз көзімізді жұмамыз, оң қолымызды жоғарыға көтеріп, күн сәулесін бірінші басымызға алып келеміз. Өйткені басымыз арқылы біз сабақты меңгереміз, миымызда қорытамыз. Ал одан кейін көзімізді жұмып тұрып, көзімізге келеміз. Екі көзіміз арқылы біз дүниені танимыз. Одан кейін мұрнымызға. Не үшін мұрнымызға келдік? Өйткені иіс сеземіз, дем аламыз. Сөйлей алған тілімізге келеміз. Бүкіл денеміз арқылы күн сәулесін денемізге таратып, кәнеки көзімізді ашайықшы. Қандай көңіл күйдесіздер? Керемет, иә? Ал енді бір қолыңызда жаңағы күн сәулесімен менің қасыма келесіздер, сол қолыңызбен мына жердегі конверттерден алыңыздар. Келіңіздер. Енді ашып қарасаңыздар, жоқ өзімізде тұрады. Конверт ашып қарасаңыздар, сіздерге бірінші топ, екінші топ деп жазылған. Бірінші топтар мына қатарға, екінші топтар мына қатарға отырады. Ал кәнеки тез. Ал балалар біз екі топқа бөлініп алып, енді барлығымыз назарымызды тақтаға аударыңыздар. Оқу білім қазығы, адамның азығы. Оқу өмірдің сәні, тіршіліктің шамы деп Сәкен Сейфуллин ағамыз айтқандай, ол кім еді? Қазақтың ақыны, жазушысы. Керемет. Биыл біз бұл ақынның 130 жылдық мерейтойын атап отырмыз. Ал енді балалар, өткен сабаққа шолу жасаймыз. Сіздердің конверттеріңіздің ішінде сұрақтар бар. Сол сұраққа барлығыңыз 1 минут ішінде дайындалыңыздар. Міне менде сағат бар, уақыт кетті. Сол сұрақтар арқылы біз өткен бөлім бойынша бірнеше сұрақтарға жауап алатын боламыз. Парақшасы бар, барлығымыз назар аударыңыздар. Мына жерге бірінші бағанға аттарыңызды жазасыздар, екінші бағанға үй тапсырмасынан кім қанша ұпай, яғни балл алып отырғанын жазып барасыздар. Камилаға жақсы. Ал қараңыздар, сіздерге мынандай стикерлер бергенмін. Жақсы десек, демек жақсы деген стикерді жабыстырасыз. Өте жақсы десек, өте жақсы деген стикерді жабыстырасыздар. Жарай ма? Болды. Екінші сұрақ. Көшпелі өркениет туралы не білесіздер? Екінші сұрақ, иә? Көшпелі өркениет туралы біз Томириспен таныстық. Ол аңыз патшайымы. Ол кир патшасын жеңді. Тамаша. Сұрақты
özgeçe formatda ötközетін bolamыз. Yani sizler bugün sabah boyu altın жинайтын боласыздар. Mine mынау қобдишаның ішінде алтындар бар. Демек, әр дұрыс берілген жауапқа бір алтыннан жинап баратын боласыздар. Жарай ма? Ал сандықтың ережесін қараңыздар. Сәлем досым. Сандықтарды ашып, тапсырмаларды орындар. Ұпайлар жинап алтынның иегері атан. Ең бай адам болғың келсе, тездет дейді. Ал, міне бізде сандықтар тұр. Сандықтардың бірін таңдайды бізде әспет. Қай сандық? Бірінші сандықты таңдайды. Қара, жұмбақ екен. Дәмі де жоқ, түсі де жоқ. Пайдаланбас, кісі жоқ. Ал енді бұл сұрақ, бұл жұмбақтың жауабын дұрыс таптың ба? Келіп байқап көр. Демек, бірінші нөмірдегі жұмбақты қараймыз. Дұрыс. Ал. Міне саған. Енді тақырыбымыз ал балалар, біз қазір тірек сөздер арқылы бүгінгі сабағымызды болжап иә? Демек, сабағымыздың тақырыбы сусыз өмір жоқ. Бүгінгі сабақтың мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтаймыз. Сай есіп бір бетсіздер, ондықта 100 мың атауларын білетін боламыз. Сол қатарында орынға қолданамыз. Бүгінгі енді назарларыңызды бейне баянға қаратасыздар. Судың ең басты көрсеткіші. Жаңбырде шыққан шулар жапырақтан сырғы батса өзен арқырап, сарқыралмас арқырап, жылғалар сылдырап ағады. Оның бәрі судың ақышы. Міне балалар, біз қазір видеороликті тамашаладық. Ал енді топпен жұмыс. Әрі қарай жұптық жұмыс жасаймыз. Оқулыққа қараңыздар. Бүгінгі сабағымызда. Ал сіздер балалар қараңыздар, екінші тапсырмада судың қолданылуын сұрап тұр бізде. Қажет сөздерді пайдаланып, өсімдіктер, бу қондырғылары, минералды тыңайтқыштар. Осы тірек сөздерді пайдаланып, жұптық жұмыс жасайсыздар. Ауылды жақ. Судың қолданылуы. Яғни сіздегі өсімдіктер түскенде, ал оқып жібер. Өсімдіктер жайқалып өсіп, туып, Үші. оларды суару керек. Дұрыс. Ал Хаят оқы. Суда минералды тыңайтқыш алынады. Я, керемет. Тіпті жан жануарлар сусыз өмір сүре алмайды. Я, сусыз. Мына жерде қате кетті, орфографиялық қате. Бол, отырыңыздар. Бүгінгі сабағымыздағы тілдік бағдар санесін және оның мағыналық түрлері. Санесінде мен айтатын еді, ережесін кім айтып жібереді? Қол көтеріп. Заттың атын емес, сынын. Санын Сұрақтары
қанша, неше. Жақсы. Міне, қазір үшінші тапсырма мәтінді рөлге бөліп оқуымыз керек еді. Сіздердің топтан кім оқып береді? Екі оқушы. Мария мен Әзиз. Апай? Әзиз. Бабы мен Әзиз. Ал кет. Соң, сен судың не үшін керек екенін білесің бе? Әрине білемін. Сусыз өмір жоқ. Не себепті олай ойлайсың? Себебі су адамдарға, аң құсқа, өсімдіктерге қажет. Сусыз тіршілік болмайды. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Сен судың да сұрауы бар деген мәселені қалай түсінесің? Суды бастап босқа ағызбау керек. Суды үнемдеп қолдануымыз қажет. Міне балалар, біз қазір мәтінді оқып, мазмұнын түсініп алайық. Демек, судың қасиеттері бар екен. Қасиеттерінің бірі бұл сүзсіз, мөлдір, иіссіз, пішіні жоқ, сұйық, дәмсіз, еректі заттар. Дұрыс. Ал енді біз сіздермен қазір балалар кішігірім суды зерттейтін боламыз. Сіздердің топтарыңыз судың жаңағы түсін, міне сіздерге бір ыдыс. Сіздер суда тұздың ерекенін байқайтын боласыздар. Сіздер суға түстің енетін қандай түске кіреді? Демек, мөлшерін қанша көбейтсек, сонша түсі өзгеріп жатыр. Ал сіздер тұзды қалай ерекенін көріп жатсыздар, Демек, суық суда тұз ериді. Ал енді біз мөлшерін көбейтіп салатын болса, өзгерер ме екен, байқаймыз? Ал қаспен араластырыңыздар. Жақсы. Сіздерді ыдысыңыздағы судың түсі қандай болды? Көгілдір. Көгілдір түсте Қазақстан Республикасының қандай рәміздері бар еді? Жақсы. Ал сіздерді ыдысыңыздағы су қандай суға айналды? Ащы, дәмі ащы суға айналды. Ащы су, тұзды су көбінесе қайда болады тұзды су? Теңізде, жақсы, керемет. Ал енді балалар. Төрт мезгілінде де судың өзіне несі бар екен? Жарасы? Су ресурстарын пайдалану және оларды қорғаудағы заңды құжаттардың бірі ол 2003 жылы қабылданған су кодексі. Оның мақсаты су қатынастарының ұйымдастырушылы, экологиялық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін айқындайды. Және Қазақстан Республикасының су қорын пайдалану мен қорғаудың тиімділігін арттыруға бағытталған. 9-шы тапсырмадағы суреттер бойынша мәтін құрастырып жазып келетін боласыздар. Ал енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасаймыз. Бері қараймыз балалар. Демек бүгінгі сабағымызда қорытамыз, яғни біз кері байланыс жасайтын боламыз. ККК стратегиясы.
сабағымыздың құндылығы, сабағымыздағы туындаған қиындылық, сабағымыздағы қызық болған тапсырмалар. Келіп айтасың. Кейде yaxshi Керемет, керемет. Ал сіздерге қанша? Керемет, Абрар. Аз? Ал бүгінгі сабағымызда Камила 9 тиын жинапты, Мәриям 10 тиын, Мехрибан 8 тиын, Әзбек 10 тиын, Жауламбек 9, Шадияна 10. Керемет. Ал енді